Жүктілік кезінде қандай қорқыныштар болады? Ең басты ойды айтайын, кез келген қорқыныштың өз себептері бар. Жүктілік кезіндегі қорқыныштар да солай. Жүктілік бұл әйел үшін жаңа күй. Оны ол бұрын мүлдем сезінбеген немесе сезсе де, арада көп уақыт өткен болуы мүмкін. Ал бізде кез келген жаңа нәрсеге алғашқы реакция қандай? Дұрыс, қорқыныш. Сондай-ақ жүктілік кезінде бүкіл ағзаның қайта құрылатынын білу керек. Прогестерон мен эстроген гормондары белсенді түрде бөлінеді, ал мұндай гормондық толқыншақтық жылауықтыққа, ашуланшақтыққа әкеледі. Оның аясында жалпы психологиялық күй нашарлап, соның салдарынан қорқыныштар күшейеді. Босанудан қорқу, белгісіздіктен қорқу, сәбидің болашағына алаңдау күшейеді. Бұл қалыпты жағдай. Ең басты есте сақтайтын нәрсе, қорқыныштармен жұмыс істеп, оларды жеңу керек, әрі оларды өз ішінде ұстап қалмау қажет. Егер сіз екі қабат болып көңіліңізді бір ой мазаласа, мен сізге бір тапсырма орындауды ұсынамын. Қайтадан қорқыныш немесе жағымсыз сезімдерді сезген сәтте, сол мезетте сізді нақты не қорқытып тұрғанын тізім түрінде жазып шығыңыз. Ойланып жүрген ойыңыздай әдемі сөздер мен тыныс белгілерін қолданбай, сол қалпында жазыңыз. Бұл жүктілік кезінде нақты неден қорқатыңызды, физиологиялық жағдайлар ма әлде психологиялық деңгейде мәселе бар ма екенін анықтау үшін қажет. Егер сізді алдағы босану немесе сәбиге қалай күтім жасау керектігі туралы ойлар қорқытса, ең жақсы тәсіл алда не күтіп тұрғаны туралы көбірек білу. Запишите «Школу молодых родителей», смотрите ролики «Фаберлик для родителей» и постепенно вы будете узнавать больше и страх вас покинет. Дәрігерлермен сөйлесіңіз, босану туралы сұрақтар қойыңыз. Болашақтағы сәбиіңізбен өмірді серіктесіңізбен бірге талқылаңыз. Мұның бәрі қорқынышты қабылдап, сізді нақты не мазалайтынын түсінуге көмектеседі. Білім мен ашық әңгімелер мазасыздықты азайтады. Ал егер сіздің қорқынышыңыз психологиялық болса, мысалы, болашақта сәбиіңізбен өмір сүру сізді қорқытса, өзіңізді жеткіліксіз сезініп, жақсы ана бола алмаймын деп ойласаңыз, онда перинаталдық психологқа жүгінуді ұсынамын. Қорытынды жасайық. Маман ретінде мен қорқынышпен күресудегі 5 алтын қадамды бөлісейін. Бірінші, қорқынышыңыздың түрін анықтаңыз, ол физиологиялық па, әлде психологиялық па? Басқаша айтқанда, қараңғыда пілді табу үшін жарықты жағу керек. Сол сияқты, қорқыныштарыңызды түсіну үшін оларды жазып шығыңыз, бәрі анық бола бастайды. Екінші, қиындықтың себебі анық болған соң, оны зерттей бастаңыз. Туғанға қорқасыз ба? Курстарды қараңыз. Күйеуіңізбен ажырасудан қорқасыз ба? Қорқынышыңызды сабырмен айтып беріңіз, бірге шешімдер іздеңіз. Сәбиіңіздің денсаулығы үшін уайымдайсыз ба? Дәрігерлерден дені сау бала көтеріп, дүниеге әкелу үшін өмір салтыңызды қалай өзгертуге болатыны жайлы толық ақпарат алыңыз. Үшінші, барлық ақпаратты тек кәсіби дереккөздерден алуға тырысыңыз. Қазіргі уақытта біз ақпаратқа толып кеттік, сондықтан форумдарды оқу және теледидарды қарап, жауап іздеу бұл дұрыс емес. Өйткені ақпарат сенімсіз болуы мүмкін. Төртінші, жағымсыз әңгімелерден аулақ болыңыз, немесе тікелей шығып кетіңіз. Сол кезде кейбір қорқыныштар өзінен өзі басылады. Бесінші, өзіңізге көп эмоционалды қуаныш беріңіз. Жақсы адамдармен араласу, әдемі фильмдер көру, сүйікті музыкаңызды тыңдау, кітап оқу, серуендеу, саяхаттау, жаныңыз қалаған хоббилермен айналысу, жұмыс пен демалысты дұрыс үйлестіру. Ләззат алу сезімі мазасыздық пен уайымды ығыстырады. Мәселелерді олар туындаған кезде және рет-ретімен шешетінімізді есте сақтаңыз. Мысалы, алдымен қорқыныштар жүктілікпен байланысты, ал кейін олар босалумен байланысты болады. Уайымдамаңыз, уақыт бәріне жеткілікті.